Төлемырза Темірбекұлы. Берсең бер, бермесең қой баспанаңды. Әлқиссамен келісер сөздің басатты кітабындағы бір өлеңнің тарихы бөлімінен. Арызыңызды өз қалауыммен егелеп тұрған лауазымынан босатуыңызды сұрайым деп жазыңыз. Соңғы рет айтам, жазбайым. Жаның шығып кетсе де жазбайым. Жазасыз дедім бе, жазасыз. Мен қалайда сіздің арызыңызды алуым керек. Неге түсінбейсіз? Жоғарыдан берілген тапсырма солай деп айттым ғой. Бос ұрыс керістен не шығады? Сіз ренжи көрмеңіз. Өзіңізге деген құрметім зор. Білесіз, жоғарыдағылар бізбен санаспайды. Барлығын билік шешеді. Саясат деген өте нәзік іс. Осылай сөзінің соңын маймөңкелетіп даудамайымызға себеп болған жауапты лауазымды қызметте тек мемлекетті құрушы ұлт өкілі істеуі тиіс деген құпия қаулының қысқаша мазмұнымен таныстырды. Осы құжат бойынша бөлім бастығы болып та өзге емес, тек өзбек ұлтының өкілі ғана істеу керек. Бірақ ол қаулыны қолмен ұстап көз жүгіртіп оқымадым. Құпияның аты құпия ғой. Мәселенің мәнін өзіңізде сезіп тұрған шығарсыз. Әңгіменің тоқетері тағы да қайталап айтым, өз қалауыңызбен бөлім бастығы лауазымынан бас тартуыңыз керек. Бұл жолы бастықтың бастапқыда емес дауысы бәсеңдеп, сабырлы кейіпке түскен. Қаншалықты ауыр екен түсінем. Еш амалым жоқ. Талап солай. Абыржымаңыз, бұл тек қағаз жүзінде, ал іс жүзінде сол баяғы бөлім бастығы болып қызметіңізді атқара бересіз. Мынандай сорақылықты естігенде төбемнен жай түскендей болды. Тұла бойым қалшылдап, көз алдымнан әп-сәтте ел жұрт, ағайын туыс, жора жолдас, дос дұшпан, отбасым, атақ абырой, мансап, елдің өсегі жер басып жүру бірінен соң бірі тізіліп өтіп жатты. Ашу қысқанда сіз деп сызылмадым. Ағатай, қазақтан не жамандық көрдіңдер? Сендерге жерін, малым мен мүлкін ол аз десең елінде қоса бергені аз ба? Мыналарың барып тұрған бассыздық. Бұларыңа ешбір қазақ төзбейді. Әрберден соң мен де сен сияқты Өзбекстан азаматымын. Өзгенің азаматтығы қалай қорғалған болса, менің азаматтығым да солай заңмен қорғалған. Не айтып тұрғаныңды білесің бе? Мен құлтемір емеспін, бөлім бастығы болып келген адамның жұмысын сен айтты деп істей беретін. Оның соңын неге алып баратынын ойладың ба? Салық инспекциясы өзге күшті құрылымдар сияқты елді салық мәдениетіне, заңды құрметтеуге тәрбиелейтін мекеме емес пе? Онда неге адамды қылмыс жасауға итермелейсіңдер? Мен ешқашан саған өз қалауыммен бөлім бастығы лауазымынан босатуыңызды сұрайын деп арыз жазып бермеймін. Сендер қазақтарды кім деп жүрсіңдер? Мына сорақылықтарыңды қоймасаңдар бұл мәселені халықаралық деңгейге дейін көтерем. Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі адам құқықтарын қорғау комиссиясына арызданам. Іргелес жатқан Қазақ Республикасынан көмек сұрайым. Сендер Мырзашөл ауданында толығымен қазақтар жасайтын неге ескермейсіңдер? Құдай білет, бұл әрекеттермен елдің қарғысына ұшырайсыңдар. Қабағым ашылмаған күйі қаным басыма шауып орнымнан тұрдым да шығып кеттім. Бастығым жарты сағат өтер өтпес кабинетіме келіп, ашуыңызды басыңыз. Қызмет қолдың кірі. Бұл өмірде мәңгілік ештеңе жоқ қой. Ашумен жоғарға шағымдан жүрмеңіз енді. Күнәсіз тек көктегі періштелер ғана. Бала шағаңызды, өзіңіздің амандығыңызды ойлаңыз. Бұл мемлекеттік машина, қарыстыру қауіпті. Бұған сіздің сауатыңыз жетеді деп ойлаймын. Менің бар айтарым осы. Сабыр сақтап, ойланып көріңіз деп темекісін қайта-қайта сорғылап, өтірік күйінген кейіп танытты. Мынандай жиіркенішті мәселені бұдан әрі талқылауға ақыласым болмады. Болған күнде де мына малғұнның қолынан келер шаруа емес екенін ұқтым. Ертеңіне таңғы пысықтау жиынның соңында арызымды қолына ұстаттым да жұмыстан кететінімді үзілді-кесілді мәлімдедім. Бастығым, бұл да бір біткен іс болды деген кейіппен күпті көңілі орныққандай сыңай танытты. Себебі кескін келбеті кешегідей емес, кешегі апшысын қуырып айтқан сөзім өңменнен өтіп кетсе керек. Тек өтірік құшақтап, жоғарға арызданамын дегеніңізді қойыңыз деді. Бұл жағдай тек менің басымда ғана болмағанын кейін білдік. Қазақтарды ежелгі ата қонысынан ығыстыру жұмысы республика көлемінде жүйелі түрде жүргізіліпті. Әйтпесе өзбек мектебінің бәрі латын әліпбиіне өтетті, қазақ мектебі кириллицада қалып қоя ма? Қандай құйтырқы саясат? Бұл саясаттың да артында жергілікті қазақтарды ешқандай лауазымдық қызметте істетпеу тұр. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні
аталған қаулы өзбек еліндегі өзге ұлт өкілдеріне тегеурінді соққы болды. Осындай құжаттың негізінде қазақтың небір нарқасқа қол бастайтын жігіттерін қорада ұстау басталды. Мынандай сорақылықтан кейін Мырзашөлдің тұтас отырған халқының іргесі сөгілді. Елдің көзенді кіндік кесіп, кір жуған жерін тастап көшу керек екеніне анық жетті. Осындайда Исаак Ньютонның әлгі бір заңы еске түседі. Құдай-ау, қайсаң ет? Әлемге белгілі инерция заңы. Баяғыда мектепте физика пәнінен оқығанбыз. Есімнен шықпаса ол қария, егер денеге басқа денелер әрекет етпесе, немесе олардың әрекеті теңгерілген болса, онда дене не тыныштықтағы күйін сақтайды, не түзу сызықты және бір қалыпты қозғалысын жалғастырады демеуші ме еді? О, тоба, шындығында да солай екен. Өзбектер тағдырымызға осылай әсер етпесе, кім білет біз сол жақта жүре берер ме едік? Өзіміздің бір қалыпты тыныштық күйімізді сақтап. Мырзашөлдегі жұмысымнан еріксіз айырылғасын еңсем түсіп, бетім қайтып қалды. Ауылда жата бермей 2002 жылы Шымкент қаласына келдім. Осында үймен жұмыс іздеп жүріп өз жағдайымның кескінімен келбетін Махамбеттің: көл қорған сен едің, сен де айырылдың көліңнен, ел қорған мен едім, мен де айырылдым елімнен. Сені көлден айырған лашын құстың тепкіні, мені елден айырған хан жәңгірдің екпіні деп айтылатын қызғыш құс деген өлеңінен анық көрдім. Қалай дәл тапқан. Қай кезде де қайғының қара бұлтын көшіретін ақындар ғой. Мені жерден айырған келмеске кеткен қызыл кеңестің көсемі Хрущевтің екпіні. Егер 1963 жылы 26 қаңтарда Мақтарал, Жетісай, Киров аудандарын Өзбекстанға бермегенде, мынандай тауқыметті ел көрмеген болар еді. Қашпақ болсаң зымыра дегендей туған жер, ата жұртты тастап жүрегімді кек қысып, Сырдарияның бергі бетіне өттім. Қырқалы қырлар мен белбелесті соңыма тастап, Келес өзенін жағалай қонған елдерден де әрі астым. Негізінде іргелес жатқан Жетісайды айналшақтасам да, Қазақстанға өткен есеп болар еді. Бірақ мыналардан көңілдің қалғаны соншалықты, кезінде орталық Азияның астанасы болған теңдессіз шаһар Ташкенттің де қарасы көзіме түспес екен дедім. Атам қазақ, адам көңілі бір атым насыбайдан қалады депті. Жексұрын қаулы шыққанға дейін Өзбекстандағы жағдайым анау айтқан таусылып айтардай жаман емес еді. Жұмысым, шыны керек, сол кездің өлшемімен кез келгеннің қолы жете бермейтін жайлы жұмсақ орын болатын. Ашып айтсам, Мырзашөл аудандық салық инспекциясының арнайы ревизия және қадағалау деп аталатын бөлімін басқардым. Бүкіл аудандағы үлкенді кішілі мекемелердің салық бойынша есебінің дұрыстығын тексеру менің құзырымда. Бұны мәртебесініп емес, өзге жұрттағы өткен күндерімді шекараның бергі бетіндегі жағдайға байланыстырып айтып отырмын. Қайда барсаң Қорқыттың көрі демекші, бұл жақта да құшақ ашып арқадан қаққан жан болмады. Өз елім жерім деп келгенде, жергілікті қазақтардың көкіректен кері тергені жығылған үстіне жұдырық болды. Қиын кезде ел тастап кеттіңдер. Енді қазақтың қол аузына жеткенде дайын асқа тік қасық болып, ұялмай қайбеттермен келдіңдер. Не деген арсызсыңдар деп, көзі ашық, көкірегі ояу білдей бір мекемені басқарған қазақтың жігіттер айтқанда, келгенге өкініп кері қайтып кеткің келетін кездер де болды. Осы түсінікпен жұмысқа да жақындатпады. Жұмыссыз адамның жарық күні қараңғы. Жұмыс көп, бірақ алмайды. Нағыз өгіз өледі мен арба сынадының кебі. Мен оларға: тарихты білмейсіңдер. Білсеңдер, бұлай айтпас едіңдер. Маған, менің ата-бабама сендер қазаққа қиын кезде жерді, елді тастап кеттіңдер деп айып тағалмайсыңдыр. Біз қазақтың өз жерінде отырған ел едік. Біле білсең, біздің мынандай күй кешіп жүргенімізге сендер кінәлісіңдер. Қазақтар өз жерін өзбектерге бермегенде, біздер бүгін оралман болып келмес едік. Біз ар-ожданымызбен қазақтың жері ата қонысы Мырзашөлді күні кешеге дейін қорғадық. Өзгенің қолына тастамадық. Қазақстан өз жеріне ие болады деген әрбір Мырзашөлдіктің жүрегінде үміт арманы болды. Сендер жалпы тарих бұлай тұрсын, қазақтың соңғы 40 жылдық жағдайынан да бейхабарсыңдар. Жұмабек Тәшеневтей қазақтың батырылы Қазақстанды басқарып тұрған жерінен неге босатылып қудаланды? Қазақстан бостандық, Шыршық, Мақтарал, Жетісай, Киров аудандарынан неге айырылды? Арғы тарихқа барсақ,
Мырзашөл мен Жиделі Байсын арасы сонау Алпамыс батыр заманнан қазақтың жері екенін білесіңдер ме? Мыналарға ренжігенім соншалықты көкірегім қарс айырылып, бұдан әрі еш нәрсе айтуға құлқым да, зауқым да болмады. Бірақ қанша айтсам да олардың түсінігісі келмейтінін білдім. Түптеп келгенде мен бұл сары уайым сергелденге түскен шағымды өз басымдағы кезекті қиындықтар ретінде қабылдадым. Бір айналдырғанды шыр айналдырған осы шығар. Оралмандарды жұмысқа алу үшін олар республикадағы құзырлы мекемелерге қажетті мамандық иесі болулары шарт. Заң солай. Менің мамандығым аса қажетті мамандықтар тізіміне кірмейтін болып шықты. Бұны ауылдан шықпаған қаймана қазақтар қайдан білсін? Осылай мені өмірдің бұрылыстары мен қиылыстары шыңдай түсті. Қалайда Қазақстан азаматы мәртебесіне ие болсам, қара түнектен жарыққа шығатыныма сенімдімін. Сондықтан қиындыққа мойымай уақытты босқа өткізбей, азаматтықты тездетіп алуға бар ынта ықыласыммен кірістім. Заңгерлердің көмегімен қалайда жеделдетудің амалын жасадым. Қаржы керек десе аянып қалмадым. Себебі Шымқалада менің арғы жақта белді мекемелерде бас есепші, экономист, ревизор болып істегенімнің құны көк тиын екенін әбден көзім жетті. Осылай өзгелер сияқты шарасыздың күнін кешу дәуірі менің де басымнан өтіп жатты. Күнде таңертең тұрып жұмыс іздеймін. Кешке үйге келгенімде мектепте оқитын балаларым: «Әкешім, жұмыс таптың ба?» деп сұрайды. Не дерімді білмеймін. Олар қайдан білсін, Сырым батырдың ат қосшысындай шілденің күнінде сексеуілді сығып суын шығаратын қуатқа ие әкесінің жолы болмай қорғансыздың күнін кешіп жүргенін. Күнделікті шығатын теледидардың жүгіртпе жолына менің мамандығым бойынша жұмыс хабарламасы өтіп жатқанына көзім түсіп қалды. Жалма-жан телефон арқылы хабарласып жағдайымды айтқан болдым. Сөзімді бөлмей тыңдаған жігіт кеңсесіне қызмет алды сұхбатқа шақырды. Қолдағы түйіндемемде біраз лауазымды жұмыстармен қоса белді төбелердің аты көрсетілген. Үмітіме әл қуат бергенде осы төбелер. Бастық жігіт: «Тәжірибеңіздің бары көрініп тұр. Жұмысқа алуға ықыластымыз. Сіз шетелдің азаматы болғандығыңыздан көші-қон мекемесінен анықтама алып келуіңіз керек» деді. Осындай мекеме барында білмейді екем. Әйтеуір сұрай демекші әрең дегенде таптым. Барсам, Құдай-ау, біздің Мырзашөлдің менен басқасының бәрі осында жүр десем өтірік емес. Есіктен кіргеннен шыққанша ассалаумағалейкум деумен болдым. Сөйтіп жүріп қалың елдің арасынан Мырзашөлде аудандық агропром мекемесінде бірге жұмыс істеген Ораз досымды кездестірдім. Амандық саулықтан кейін оны шеткерірек алып шығып: «Ореке, маған мына елдің жүрісінің мәнін түсіндірші» дедім. Оразым кем сөзді жігіт. Қайдан, не істеп деген сұрақтарына нақты жауабын алғасын. «Құжаттарыңды маған бер, квотаңды алып берем» деді. Өзі Алматыда заветті бітеген орысша қазақшаға судай сауатты жігіт. Сөйтсем досым ауылдан келген ағайындарға жөн жосық көрсететін шаруамен айналысады екен. Бәрін қағазға сызып түсіндірді. Қызығы, оның айтуынша менің үй алуға құқым бар екен. Аузыңа май, астыңа тай деймін досымды құшақтап. Ол өзі үй беретін комиссияның төрағасындай арқамнан қағып, осы мекеменің Шерім Асылбек деген басшысы бар. Соған кіріп шық, арғы жағын реттейміз деп үміт отын жағып қойды. Салбырап кеткен иықты жоғары көтеріп, еңсені тіктеп басшының қабылдауына бардым. Келсем, сізге өтірік, маған шын. Кезекте 50-ден аса адам тұр. Соңын сұрап кезекке мен де тұрдым. Сағат 00 түскі 1-ді көрсеткенде менің кезегімді келді әйтеуір. Бастық жайғасқан нән бөлмеге именің кірдім де: «Ассалаумағалейкум, Шәке» дедім. «Уағалейкум» деп әлі қалды. Үстіне шкафтан плашын алып киді. Шляпісін қолын алып, мен кірген есікке адымдай түсті. Мен кібіртіктеп «Шәке» дей бердім. Сөзімді айтқызбай: «Білем мен сенің не айтатыныңды. Мен осындай едім, сіз сондай екенсіз, маған үй беріңіз дейсің. Мен ол мәселені шешпеймін. Бізде комиссия бар, солар шешет. Солар саған үй беру керек деп тапса, үй аласың. Бар айтарым осы» деп қалтасынан есіктің кілтін шығарып, «Құлып тайым шыға тұрыңыз» деген сыңай танытты. Елеңдеп кірген есігімнен еңсем түсіп, түнеріп шықтым. Түс ауа әу бастағы келген шаруам есіме түсіп, анықтаманы алдым да өз жөніме кеттім. Шымкент әсем қала. Құдайдан тілеп жүріп тапқан мына жұмысым өзгенің қатесін іздейтін тексерушінің тірлігі емес. Оның үстіне компьютер деген алынбас тас қамал тағы бар. Келген жағымдағы жұмыс жайымда компьютер болған.
Біз онымен тексеру актісін жазатынбыз. Бұл жерде бір С деген бухгалтерлік бағдарламамен жұмыс істеуге тура келді. Бұның қиындығы адам айтса сенгісіз өз алдына. Осылай жүргенде атылған оқтай зымырап 2-3 айда өте шықты. Баяғы Ораздың «Сен үй аласың төке» деген сөзі ойымнан еш кетер емес. Сол екен көрген жерде ауыл бар деп баяғы көші-қон мекемесінің басшысы Шерім көкеме барайын дедім. Келсем, кеңсенің сыртында адамдар ығы-жығы, қабылдау бөлмесінде баяғы керіліп кезекте тұрған адамдардың бірі жоқ. Шынын айтсам, бастық орнында жоқ екен деп қалдым. Хатшыдан: «Қызым-ау, бастығың бар ма?» дедім. «Иә, жиналыстан келіп бөлмесіне кірген осы. Кезек күткен адамдардың қарасы көрмегенге қайран болып тұрсыз ба?» деп жымиды. «Ендеше айтшы бастығыңа. Алматтан 2 кітап шыққан ақын Төле мырза Темірбекұлы келіп тұр, кірсін бе?» деп. Хатшы қыздың көзі жыпылықтап орнынан тұра қоймағасын: «Сен маған сенбей тұрсың ба?» дедім. 1993 жылы Алматы қаласының Рауан баспасынан шыққан Мырзашөлдің көктемі деген кітабымды бір керегі болып қалар деп қағаздармен қоса сөмкеме сала салғам. Сол есіме түсіп кетті де, кітапты сөмкеден алып бір көрсеттім де қайта салып қойдым. Хатшы қыз есігі мен төрінің арасы ат шаптырын бөлмеге кіріп кетті. Мен дегбірсізденіп недер екен деп күтіп тұрмын. Сәлден соң есіктің арғы жағынан көрінген хатшы қыз бота көзін бір төңкеріп жымиды: «Сізді кірсін деп жатыр» деді. «Ассалаумағалейкум, Шәке» дедім кірген бойды. Алдындағы көп қағаздан басын көтеріп: «Уағалейкум ассалам. Маған Алматтан ақын келіп тұр деп айтты. Ұмытпасам, осыдан бірер ай бұрын келіп бедің?» «Шәке, ол күні оралман болып келдім. Бүгін алдыңа ақын болып келіп тұрмын» дедім арқаланып. «Сен шынымен ақынсың ба? Ақын болсаң айтшы» деді. «Алғашқы кездескенде мені тыңдамадыңыз. Бұл жолы тыңдасаңыз айтам» дедім. «Айт» деді де арқасын кеңге салып орындығына жайғаса отырып: «Ораз досымның сенің үй алуға толық мүмкіндігің бар. Осы мекеменің басшысы Шерім Асылбекке жағдайыңды айт, кейінгі жағын көреміз» деп айтқанынан қатты әсерленіп жазған 4 шумақ өлеңім бар еді. Құланның қасуы, мылтықтың басуы осы болса керек. Микрофонды қолына алып тоқтамай тартатын тойдағы асабалардай жігерлі дауыспен бастап кеттім. «Берсең бер, бермесең қой баспанаңды. Сонда да тастамайым астанамды. Өлеңнің отын жағып жылтам, өзімді, әйелімді, жас баламды. Деп жырлап өткен екен Аманжолов. Кезінде қиын қыстау заман болып, қайсар ақын Қасымның кешкен халі дәл қазір кеп тұрғандай маған толық. Ол кезде егемендік алмаған ел, Қасымға көз қиығын салмаған ел, ал бүгін егемен ел шалғайдағы көшіріп ағайынды қолдаған ел. Жатқанда қолдау тауып бұл бастама, Қасым жоқ, өтті өмірден жыр жастана. Әруағы өр ақынның ырза болсын, беріңдер мына маған бір баспана» деп барып тоқтағанымда, креслосында шалқайған Шерім Асылбек орнынан тұрып келіп қолымды қысып, арқамнан қағып: «Өлеңің қандай өзі, ризамын саған» деді. Мен осы сәтте өзімді өте бақытты сезіндім. Себебі өлеңім ойда жоқта өз есін тапқандай еді. Осы шумақтарды жазған кезімде өлеңімнің бағы ашылып бір кәдеге жарайды деп ойлаппын ба? Осы сәтте менің үстімдегі дағдарыстың шекпені қуаныштан пора-порасы шығып жыртылып жатты. Көзімнен жас парлап тоқтар емес. Айдаламдағыны көріп, естуге еш мұршам болмады. Поэзияның құдіретінің қойсайшы. Көріп білмеген адамым телефонмен бір қызметкерін шақырып менің көзімше: «Мына ақын жігіттің құжаттарын дайындаңдар. Зиялылар тобына қосыңдар. Ел қатарлы үйін алсын» деп жіті дайындап жатқанның бәрін естісем, бірін естпей отырып қалдым. Тек ішімнен бізді де тыңдайтын жан бар екен ғой дей беріппін. Жұмысыма бара жатырмын. Өзімнен өзім аңылдап ән салғым келеді. Көшеден тоқтатып мінген Жигули автокөлігінің орнына бейне бір джип автокөлігінде шалқып бара жатқандайым, құстай ұшып барам. Қуаныш соңы қуанышқа ұласты. Соңынан келіп маған Қазақстан азаматы деген мәртебе берілді. Бұл елеулі оқиғаға үй ішімізбен қуандық. Себебі мен арқылы балаларым да осы елдің азаматы болды. Бірақ бізге көші-қон тарапынан берілетін үй бұйырмады.
Қазақстан азаматтығын алған кісі оралман мәртебесінен міндетті түрде ажырайды екен. Заңда солай жазылған. Ұйғарым бойынша үй тек оралмандарға беріледі екен. Үй алмадым деп аса қатты өкінген жоқпын. Ең бастысы, біз отбасымызбен Қазақстан азаматтығын алдық. Менің әу бастағы ниет арманым оралман болып квотамен келу емес, қалайда ата қонысқа аман сау қосылу еді. Балапандарым өз елінде еркін өссін деген ізгі тілегімді Құдай беріп, біз елге қосылдық. Біз төбемізде желбіреп тұрған көк тудың астындамыз. Ал әңгімеге арқау болған өлең осы бақытты сәттер мен қиыншылықтарды бастан кешкен күндерімнің бір белгісі ғана. Соңы. Оқыған Қуат Ахметжан.